Ол кісілігі көсемдігімен, қатаңдығы мейірімділігімен, батылдығы парасаттылығымен үндескен Алаш елінің бірегей перзенті. Тағдыр соққысына бой бермей, адами, рухани болмысын сақтай білген нар тұлға. Бұл кісі өте батыл адам болады. Шындығын айтады, бет әлпетіне қарамайды. Әділдік деген ол ешкімнің бет әлпетіне қарамайтын нәрсе. Тура айтсаң туғаныңа жақпайсың дейді. Ол қашанда алдыңғы шептен табыла білген үлкен күрескер, қайраткер болды. Өмір оны үлкен сыннан өткізді. Жетімдіктің, аштықтың, қуғын сүргіннің зардабын тартып, сұм соғыста қасірет шегіп, қан кешкен Әди Шәріпов бейбіт заманда да ұлтшыл деген айыппен солақай саясаттың тауқыметін тартты. Бір адамның басына төнген осыншама сынақтан жігерін босаңсытып, қайратын мұқалтпау үшін әдекеңдікіндей жүрек, сана, болаттай берік болмыс керек. Легендарный партизан. Біз белорус халқы оны даңқты партизан Саша Қазақ деп білеміз. Елімізді неміс басқыншыларынан қорғап, белорустардың басына түскен қайғы қасіретті жан жүрегімен сезінген, деревняның қарапайым тұрғындарына бауыр басып, қорған бола білген Әди Шәріповті біз ешқашан ұмытпаймыз. Оның есімі біздің тарихымызда мәңгі сақталады. Озық ойлы азаматқа бұл дүниеге келгенде өзіндік миссия жүктелгендей. Әди Шәріповтың атқарған игі істерін жіпке тізсек, жер басып жүрген жұмыр басты пенденің бір ғұмырына сыймайды дерсіз. Ахмет Байтұрсыновтың әдебиет танытқышын алып, өзінің туған жері Жарма ауданының Былқылдақ ауылындағы бір ағаштың түбіне шыны ыдысқа салып, жасырып, жердің астына көміп жасырып қояды. Кейін сол әдебиет танытқышты жылдар өтіп, Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін өзі үлкен қызметте істеп жүрген кезде елге барып, сол кітапты алып келеді. Алып келгенде де оны ашық сақтауға болмайды. Өзінің үйіндегі жеке кітапханасына сақтағанда сырт мұқабасын алып тастап, сырт мұқабасын ауыстырып, ішіндегі әдебиет танытқыштыр үйінде сақтаған. Анау кітап сөрелерінің соңғы қатарына қойып, өзі ғана біледі, ешкім білмейді. Оны өзімен бірге өмір сүрген жары Клара Жағыпарқызы көрген емеспін дейді. Міне сөйтіп әдебиет танытқышты сақтап жүріп, 88 жылы Ахмет Байтұрсынов ақталған кезде Әди Шәріптің көзі тірі, Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты әдебиет танытқышты қайдан аламыз деп айтқанда, сол кітап Әди Шәріптің үйінен шығады. Ашаршылық кезінде нағашы атасы қалағаныңды ала ғой деп берген бір сомға Өскемен базарынан Ахмет Байтұрсыновтың тіл құралы мен әдебиет танытқышын Мұхтар Әуезовтің қилы заманын сатып алып, жасырып қойғанының өзі 13 жасар Әдидің зеректігін, жүрек жұтқандығын білдіреді. Өйтпесе, ол ұлы жеңісті бір қадам жақындатқан аңыз адам болар ме еді. Партизандардың жағдайы өте қиын болды. Оларда дәрі-дәрмекті жоқ, тамақты жоқ, киім-кешекті жоқ. Олар барлығын жаудан тартып алу керек болды. Неміс басқыншылары тұтқиылдан соққы бергенде, Белоруссияда әскери борышын өтеп жүрген Әди қоршауда қалып, орманға тығылған жауынгерлердің басын біріктіреді. Әди Шәріпов – это почти белорус, потому что он... Әди Шәріпов біз үшін белорус. Ол Кеңес одағының аумағына басы көктеп кірген жаумен 4 жыл бойы кескілескен шайқаста өзі сияқты жас болса да, ер жүрек партизандармен бірге белорус халқы үшін қан төккен. Отважными защищал территорию нашей страны, теперешней Беларуси.
Ну орманның әр бұтағын қорған қылған, ми батпақтан жол тауып, ұтымды тактика қолданған Саша Қазақ жаудың үрейін туғызды. Фашистердің ілгері басқан қадамын шегіндіріп отырған әдейдің басына 50 мың неміс маркасы тігіледі. Біткен жерің осы деп 100 мың неміс солдаты қоршауға алғанда да қайсар жігіт аман шығады. Сол кезде Әдекеннің соғысқан бригадасы қоршауда қалады. Сол дәрі-дәрмектері біте бастайды. Көптеген взвод дейді, солардың командирі қаза табады. Енді жағдай өте қиын болады. Сол кезде бригаданың командирі Коротченко Тимофей Михайлович Әди Шарипов Коротченкоға келіп айтады: маған бір 60 партизанды алуға рұқсат беріңіз. Осы кезде Әди Шәріпов қоршаудан шығудың амалын ойлап табады. Бірнеше автоматшыларды жанына ертіп, қалың қардың астымен жүріп өткен ол жаудың ту сыртынан шабуыл жасайды. Партизандарға көмек келген екен деп, фашистер жан жаққа қашқанда, қоршаудағы сарбаздар аман есен шығады. Өзі ауыр жарақаттанса да, ойлаған ісін сәтті аяқтаған Әдидің қуанышында шек болмайды. Соғыс біткеніне 40 жыл өтеді. Сонда Белоруссияға бізді қонаққа шақырады. Сонда кешке жақын Құдай сақтасын беттерінен сүйісіп, құшақтасып, осы керемет енді партизандар бір-бірімен шүйкелесіп, анау естеліктерін айтқанда, бір жерде партизандар айтты. Марапаттауға келгенде біздің командиріміз тек қана бәрімізді жазатын. Өзін жазбайтын дейді. Военная проблематика для нас очень близка, так как все-таки... Белоруссияда әлі күнге дейін Әди Шәріповтің соғыс тақырыбына арналған шығармалар оқылады. Бүгінде жазушы шығармашылығы ғылыми тұрғыда зерттеліп, талай айшықты мақалаларға, көлемді еңбектерге негіз болды. Өйткені неміс басқыншылардың зардабын ең көп тартқан белорустар үшін Әди Шәріповтей қаламгердің естеліктері өте қымбат. У нас еще это все в сердце осталось. Білім министрі, министрлер кеңесі төрағасының орынбасары, сыртқы істер министрі. Бұл жауапты қызметтердің барлығында Әдекең сол баяғы қарапайым қалпында әділдікті ту етіп, адамгершілік қағидасын берік ұстанды. Ол кісі тек қана әділетсіз нәрсеге қатаң болады. Ал бұлайша жарқырап күліп, ха-ха-ха-ха деп күліп сол. Сөйтіп осы қатты күледі адам еді. Жақсы адам еді. Әдекен таңертең қызметіне келгенде академияда бірден сол өзінің кабинетін өтіп кетпейтін. Ылғи да иіліп, гардеробщиктермен де амандасады. Соны тіпті жай техничкамен де амандасады. Жай ғана амандаспайды, қал жағдайларын сұрайды. Сонда рахаттанып, қарапайым адамдармен сөйлесетін. Адалдарға кішімін, арамзаның сұсымын деп Иман Жүсіп жырлағандай, әрдайым әділдікке жүгініп, шыншылдық қағидасын бетке ұстаған Әди Шәріповтың бұл қасиеті қанмен берілген. Семей жерінде атақты біздің үлкен атамыз Тоқтыбай болды. Тоқтыбайдың ең беделді ұлы біздің үлкен атамыз Қайранбай қажы. Қайранбай қажының енді байлығын, беделдігін бәрін білетін жолаушылар ақылдасып ойлайды, сынайық осы Қайранбай қажының мықтылығын. Сон 300-дей кісі болып, сол ауылға келеді. Бәріне ақ үй тіреп, содан кейін бәріне жаңа көрпе, жаңа жастық бәрін жасап, 3-4 рет күніне мал сойып, қонақта болған кісілер содан кейін бәр жерге таратады. Ой, біздің Қайранбай қажы айтса айтатындай беделді адам екен деп, сондай атаның абыройы одан да үлкейеді. Әди Шәріповтың атасы дәулеті тасыған Қайранбай қажы ауыл балаларын білімге баулып, мектеп ашқан, ел игілігіне жарар істерімен сыйлы болған жан. Қайранбай қажы бір орыс купецтеріменен
және бауырының ұлы мейірім екеуі купецтерменен Шығыс Қазақстанды сол 9 алтын рудник ашады. Текті әулеттің тумасы Әди Меккеге кетіп, қайтып оралмаған әкесі мен атасын көрмей өскенімен, қанында бар асыл қасиеттерін шыңдай білген. Шешесін ерекше жақсы көретін, ерекше бағалайтын. Әдекен айтатын, сондай шешеме кеудесіне барып, құшақтап, бетіне сүйеп, еркелегім келгенде, шешем маған қарап сөйлемейтін. Саяғын бөлек ұстап, теріс қарап, маған көп былай сүймейтін. Кейін түсіндім, ол кісі туберкулез болып ауырыпты. Кішкентай кезінде әкесінің інісінің қойын бағып, ауылда қой бағып, малдың соңында жүреді, әсіресе мынау жаздың кездерінде. Сондай бір тұста ауылға төркіндеп, бір жыл бұрын күйеуге тұрмысқа шыққан қыз төркіндеп келетін болады да, Әдидің астындағы құнан жорғасы болады. Сол құнан жорғаны төркіндеп келген қызға мінгіземіз деп отырғанын анасы Ғазиза естіп қалады да, баласын айтады: балам, сенің жорғаңды қызға мінгізіп жүретін түрі бар. Сен 10 шақты күн ауылға келмей, менің төркініме барып, сол жақта жатып, содан кейін кел дейді. Айтқан орындап, нағашыларына кетеді. 10 күннен кейін келсе, әлгі ағасы шақырып алып, Әдиді қамшының астына алып, қан жоса қылады. Жетімдіктің азабын тартқан ол, белді бекем бу, жалындаған намысын, күш жігері мен табандылығын қару қылған. Өмір бойы ұстараның жүзімен жүрген ол ізгі істерге батыл баратын. Әди Шәріптің оқу министрлігін басқарған жылдары қазақ тіліндегі мектептердің саны күрт азайып, аралас мектептердің саны көбейген болатын. Міне осы кезде Әди Шәріпов ана тіліне, қазақ тіліне қамқорлық жасау мақсатында қазақ тілді мектептердің санын көбейтуге атсалысты. Осы қазақ тілі не қатысты тағы да бір үлкен еңбегі Әди Шәріптің мынау жер-жерде тұратын мектеп мұғалімдеріне оқу әдістемелік құрал ретінде қазақ тілі мен әдебиеті деген журналды шығаруға атсалысты. Қазақ тілі мен әдебиеті журналы, сондай-ақ Қазақстан мұғалімі газеті осы Әди Шәріптің тұсында шықты. Нәубәт жылдар артта қалды, бейбіт заман орнады деген Әдекең нағыз шайқасқа енді шығатынын білмеді. 40-шы жылдардың соңы мен 50-ші жылдары ұлт мүддесін қорғап, бас көтерген тұлғалар жазықсыз қудаланғаны белгілі. Қазақ тілінің қолданыс аясын тарылтып, біртіндеп ығыстыруға бағытталған ресми құжаттар жарық көрді. Қасақана шығарылған қаулыда төл мәдениетіміздің белді өкілдері Қорқыт, Асан Қайғы, Бұқар Жырау, Мәшһүр Жүсіп, Ыбырай, Абай, Шоқандардың мұрасы кертартпа ұлтшыл деп танылып, оқулықтардан алынсын делінді. Әди Шәріпов орыс әдебиеті сияқты қазақ әдебиетінде де екі бағыт ұстанған ақындар болды. Бірі ескішіл бағыт ұстанса, келесі жаңашыл бағыт ұстанған ақындар. Егер де ескішіл бағыттағы ақындардың бәрін алып тастайтын болса, онда 20-шы ғасыр басындағы мынау алаш әдебиеті жоқ. Оның ар жағындағы жыраулар поэзиясы жоқ. Сонда қазақ әдебиетінде біз кімді оқытамыз деп, Әди Шәріптің бірбеткейлігімен, оның табандылығымен осы авторлар қазақ әдебиеті оқулығында қалды. Түймедейді түйедей етіп, жала жабатын пәлеқорлардың кесірінен ұлт руханиятын қорғаған Ермұхан Бекмаханов, Қажым Жұмалиевтер 25 жылға бас бостандығынан айырылды. Қазақ әдебиеті оқулығын 50-ші жылдардағы негізгі авторлар Қажым Жұмалиев, Есмағамбет Исмайыловтар қуғынға түсіп, олар авторлықтан алынған кезде қазақ әдебиеті оқулығын кім жазады деген үлкен сауал туды. Осы кезде Әди Шәріпов баспа бетінде көрініп жүрген, әдебиетті түсінетін бір топ жас жігіттерді оқулық жазуға тартты. Олар Айқын Нұрқатов, Мүслім Базарбаев, Зейнолла Қабдолов, міне осы авторлар қазақ әдебиеті оқулығының авторлары болып қалыптасты. Бұл кезеңді сойқанды жылдар деп атаған Әдекең өзінің бір естелігінде қара жүректердің іші алалардың аузына бөрікті бас қашанғы сия берер екен. Бәлем, мұндай пысқайлар маған партизан отрядында кездессе ғой. Бір ғана оғым шығым болар еді деп
іштей күйзеледі. Жаратылысынан ел намысын қорғап, ұлт мәдениетінің өркендеуін діттеген салиқалы басшыға қырын қарағандар әлбетте көп болды. Біздің орталық партия комитетінің бірінші секретары Парамоненко деген кісі болды, Пантелеймон Кондратович. Ол кісі Беларусияның бір кездегі бірінші секретары партиясының. Сол кісі мен онда комсомолдың бірінші хатшысымын. Bir күні маған айтты. Осы мен сізбен ақылдасайын дегенім екі адамның үстінен анонимка түсті деді. Ол кім деді? Замминистра просвещения Әди Шарипов деді. Ондағы жазған арызы Әди Шарипов ұлтшыл, қазақтың ұлтшылдарын Алашорданы қолдайды, Совет үкіметінің жауы деп анонимка жазылады. Мен Беларусияға хатшы беремін, телеграммам. Сол Беларусиядан хат келгенде сізбен мен кездесемін деді. Көп ұзамай Беларусияға жіберілген хатқа жауап та келді. Онда Әди Шәріповтің ержүрек батыр, жауға тойтарыс берген қаһарман қолбасшы болғаны жазылыпты. Осыдан кейін бірінші хатшы Әди Шәріповтің үстіне жазылған арыз біткеннің барлығын оқымастан жыртып тастайтын болды. Мен ол кісіні 100 жылда бір туатын дара тұлға деп білем. Қанды майданда да, бейбіт заманда да білімімен, парасаттылығымен көзге түскен Әди Шәріповтің әрбір сөзінің салмағы бар еді. Сондықтан да оның соңынан халық сөзсіз еретін. Ұлы Отан соғысында орманды паналаған жұртты қарусыз жауға қарсы жұмылдырған қас жүрек қолбасшы еліне оралып 19 жыл білім саласын басқарып, сыртқы істер министрі қызметін абыроймен атқарды. Демек ол елді біріктіре алатын, көптің сенімін ақтайтын ерен тұлға болған. Әди Шәріповтің тікелей жетекшілігімен Алматыда, Семейде, Қарағандыда, Оралда, Шымкентте жоғары оқу орындары ашылып, тұрғын үйлер, шипажайлар салынды. Қазақ мәдениетін, әдебиеті мен ғылымын дамыту үшін басты парызы деп білген Әдекең, осы жолда ешкімнен де, еш нәрседен де тайсалмады. Осы жастарға қатты көңіл беретін. Әдекең директор болып тұрған кезінде, 8 жыл директор болып тұрған кезінде 14 жас жігіттер докторский диссертацияны қорғайды. 44 жас жігіттер кандидатский диссертацияны қорғайды. Сол 44 балалар қазір үлкен ғалымдар. Ал енді сол ғалымдардың әлеуметтік жағдайын көтеру, оларды баспанамен қамтамасыз ету, бұл бірінші басшының негізгі көздеген мақсаты болды. Сондықтан да ол жұмысқа келген жас ғалымдарды бірінші кезекте баспанамен қамтамасыз етіп, сол кезде жұмысқа келген жігіттердің бәріне баспана алып беруге бірден бір мұрындық болған Әди Шәріпов болатын. Сүйегі асыл азаматтың қанымен берілген құнды қасиеттер өмірінің әр белесінде ұштала түсті. Жастық шағында Сәкен Сейфуллин, Құдайберген Жұбанов, Мұхтар Әуезовтей алаш арыстарынан білім алып, жазушылар одағында Ілияс Жансүгіровпен жұмыс істеген Әдидің хақ жолына түспеуі мүмкін емес еді. Соғыс оны тәуекелшіл әрі төзімді болуға, күрмеуі қиын жағдайдан амалын тауып шығуды үйретті. Ал кеңестік дәуірдің құйтырқы идеологиясының құрсауына түскенде Тайыр Жароков, Жұмабек Ташенов, Шахмардан Есенов сынды қазақтың бір туар азаматтарымен үзеңгілес болған ол, ұлт жанашыры ретінде тағы бір қырынан ашылды. Мен сұрапыл соғыс заманында туып жетім қалған көп балалардың бірімін. Бірақ әкемнің туған інісі Әди ағаның арқасында мен жетімдікті де, жоқшылықты да көрмей өстім. Аға талай ақылдар айтты, кеңес берді. Өмірде балам жақсылықты да көресің, сүрінетін жағдайда болады. Сол уақытта, үш уақытта қажыма, көзіңе жас алушы болма. Халық жауы деп жазықсыз жазаланған Құдайберген Жұбановтың отбасын Ақтөбеден Алматыға көшіріп қамқорлық танытқан.
ұлтшыл деп будаланған Ахмет Жұбановты Мәскеуге жіберіп аман алып қалған. Мұхтар Әуезовтің аманатын орындап, қилы заманын жарыққа шығарған Әдекең ағайын тумаға да, алаш арыстарына да көмегі тиген. Халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының қаламынан шыққан туындылардың басылым түрінде жарық көруіне қол ұшын берген де Әди Шәріпов болатын. Әдекең жазушы одағын басқарып отырғанда бір қызық әңгіме айтқан маған. Бір күні дейді, қызметте отырсам, Бәукен есікті ашып, қатты ашулы дейді. Осы дейді, еш нәрсе қарамайды, бұрқырап, қатты сөздер айтып, ашуланып кірді дейді. Мен Бәуке, тұра тұрыңызшы, не болды? Түсіндіріп айтыңызшы дегенге тыңдамайды дейді. Соңғы не істерін білмей, ойыма келді дейді. Гвардия подполковник, кругом, шагом, марш деп айттым дейді. Бәукен бірден дейді, бұрылды да есікке қарай кетті да, бір кезде есікті ашайын деп тұрғанда маған қарап, әй Әди, сен маған не дедің? Мен неге бұл жерге келіп тұрмын деп. Соңғы өзі күлді, мен күлдім дейді. Ал енді Бәуке, айтыңыз, неменеге ашуланып келдіңіз? Сөйтсе, Бәукенің шығайын деп тұрған кітабын планнан алып тастапты. Енді бұл да өте қиын жағдай ғой. Соңғы Әдекең отырып, бірден бәр жерге звондап дейді, Бәукен кітабын қайтадан кіргізіп, шығарт қызым дейді. Әдекеңдей күрескер тұлға сатқындықты, арамдықты өмір заңдылығы деп қабылдайтын. Студенттік кезден жанында жүрген курстастарының бірі Хакім Тыныбеков, байдың баласы біздің қатарымыздан қуылсын, ол қасқырдың терісін жамылған бөлтірік деп жиналысқа салып, комсомол қатарынан шығарылуын талап еткен. Соның кесірінен Түркменстанға бас сауғалаған Әди өмір бойы қудалаудан көз ашпады. Әйтсе де, көрген тауқыметі оның үлкен жүрегін қарайтпады. Арада бірнеше жылдар өткеннен кейін Әди Шәріпов министрлікте отырған кезде Әди Шәріповке жала жапқан өзімен бірге оқып жүрген Тыныбеков деген жігітті алдына қызмет сұрап келеді. Әди Шәріпов оны Алматы облысының төңірегіндегі бір шалғайдағы мектепке жұмысқа орналастырады. Біреуге ор қазба, қазсаң терең қаз, өзің түсесің деген халық даналығы Әди Шәріповті қаралаған Хакім Тыныбековке арналғандай. Соғыстың алғашқы жылдары жау жағына өтіп кеткен оны біздің барлаушылар тұтқындап, сот шешімімен 25 жылға айдалады. Камчаткадан қайтқан соң еш жерге жұмысқа орналаса алмаған Тыныбеков білім министрі болып отырған Әди Шәріповке келеді. Сол кісінің қызы оқуға түсуге Алматыға келеді. Соңғы ана кісі сол қызын ертіп әкеледі. Сонда Әдекеңнің адамгершілігі еш нәрсе ойына алмай, сол қызын оқуға түсіруге көмектесіп, кейін ана кісіге көптеген көмек береді. Жаратылысынан жасуды білмейтін Әдекең жеке басының қайғысына берік еді. Аптал азамат Ұлы Отан соғысы кезінде екі бірдей баласынан айырылғанда да, ержеткен ұлы Мәди мезгілсіз қайтыс болғанда да, 40 жыл отасқан жары Зағира Күленовамен қош айтысқанда да, бойындағы бар қайратын жиып, босаңсымады. Ішкі зарын ешкімге байқатпайтын деп есіне алады жақындары. Бүгін ұйықтап жатсам, жанымда Әдекең жоқ. Таңғы сағат 3. Қарасам ең түпкі үйде, соңғы жүгіріп барып есікті ашып кеп қалдым. Әдекең осы мынау өзінің кабинетінде, осы жерде Мәдидің суретін құшақтап, еңіреп жылап отыр екен. Бұл жастайынан өмірдің кермек дәмін татқан, тау тұлғаның көз жасына ырық берген алғашқы да соңғы сәті болды.
міне оның ақырғы өміріне дейін тек қана осы қазақ халқын көркейту, қазақтың жастарын оқыту, сөйтіп қазақ халқын алға тарту болды. Қазақ халқы қанша тұрса, Әди Шәрипов сонша тұрады, оның аты өлмейді. Ұлы Отан соғысында жасаған ерлігі үшін Белоруссияның Гродно қаласындағы көшеге Әди Шәріповтің есімі берілді. Сондай-ақ Белоруссияны неміс басқыншыларынан азат етудің 70 жылдығына орай Минскіде ашылған мұражайдың бір бұрышы даңқты партизан командиріне арналған. Онда Әди Шәріповтің фотосуреттері мен жеке заттары қойылды. Бүгінде Әди Шәріповтің есімі бүкіл әлемге мәлім. Кембридж университетінде жарық көрген «Әлемнің ұлы тұлғалары» атты халықаралық библиографиялық басылымда белгілі мемлекет және қоғам қайраткерінің қайсар қаламгердің өмірі мен шығармашылығы келтірілген. Әди деген сөз араб тілінен аударғанда жетекші, қолбасшы, көсем дегенді білдіреді. Ұлт санаткері, атына сай, әрдайым алдыңғы шепте жүріп, халқына адал қызмет етті. Ел мұратын діттеген нар тұлға, өзіне жүктелген ізгілік миссиясын толық атқарғанда ғана мәңгілікпен қауышты. Өйткені оның жүрегі жақсылыққа жаралған еді. Тосатындай алдымнан жатаңғарлар, қаулап өсіп келеді қатал жандар. Жанашыры сиреген мына елге керек боп тұр, дәл сіздей қаһармандар.